Сәлем достар. Бүгін біз сабақта крючокпен ілмекті қалай ілу керек екенін үйретемін. Енді ол үшін бізге кез келген жіп және ілмек керек, крючок керек болады. Крючоктың номерлерімен болады, жалпы жіпке байланысты мынау 6, енді бұл үлкен қалың жіптерге 3,5, 4,5. Маған қазіргі кезде мынандай жіңішке жіпке мына 2,5-дық крючок алдым. Сіздер өздеріңіз жіптеріңізге байланысты алдағы уақытта тоқитын бұйымдарыңызға қарай аласыздар. Мен бұны енді былай қойып қояйын, бұл бізге керек емес. Енді бастаймыз. Крючок ілмекті қалай ілеміз? Міне. Міне, қысқа жіпті былай ұстаймыз да. Қолымызды осылай тұрып, мынау ұзын жіпімді. Мына крючокты әркім әрқалай ұстайды. Бұлай да ұстауға болады, бұлай да ұстауға болады. Енді кімге ыңғайлы, қалай солай ұстайсыздар. Мен мысалы осылай ұстаған маған ыңғайлы. Міне, мынау қысқа жіпті бұлай қыстырып қоямыз. Міне, қараңыздар, міне крючокпен мынаны іліп, мына жақтағы жіпті аламыз да. Міне, бір ілмекті біз іліп алдық, міне. Қайталап көрсетейін. Сыммен ілгенде дәл осылай ілесіздер мынаны. Бір ілмекті біз уже алдық. Енді мынау ұзын, мына жіптегі ұзын жіпті аламыз да. Мына қараңыздар. Мына осыны мына ілмекпен тартамыз. Мына қараңыздар. Мына тұрған ілмекке мына кіргіземіз. Бұлай іліп аламыз. Бұл бір ілмек болып есептелінеді. Енді екінші ілмекті дәл осылай ілеміз. Міне мынаны аламыз. Мына жақтан кіргіздіреміз. Мына үшінші ілмекті дәл солай міне крючоктың басымен іліп аламыз да. Міне мына тұрған ілмектің ішінен кіргіздіреміз. Мына 3 ілмек ілдік. 4 ілмек. 5 ілмек. 6. 7. 8. 9. 10. Міне 10 ілмек біз іліп алдық қазір. Көрініп тұр ма сіздерге? 10 ілмек іліп алдық. Енді осыны ары қарай тоқиық. Бізге 10 ілмек керек болды. Енді біз тағы бір ілмекті қосымша іліп аламыз. Сөйтеміз де бұл қосымша ілген ілмекті емес, мынау екінші тұрған, міне мынау біз қосымша іліп алдық. Мына екінші тұрған ілмектің ортасынан крючокты өткізіп, мына тұрған жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз де, мына екі жіп тұр ғой крючокта. Енді мына тұрған жіпті осы екі ілмектің ортасынан өткіземіз. Содан кейін біз мынада бірінші жерден алдық, енді екінші тағы да солай осы ілмектің ортасынан крючокты өткіземіз де, мына тұрған жіпті іліп алып, міне осылай әкелеміз. Алғашқы кезде мына жақты ұстап тұрасыздар, ашылып кетеді. Мына екі ілмек крючокта тұр. Енді мына жіпті осылай аласыздар да, осы екі ілмектің ортасынан әкеліп шығарасыздар. Үшінші ілмекті тоже солай істейсіздер. Міне үшінші ілмектің ортасынан өткізесіздер. Мына жіпті алып, осы тұрған екі жіптің ортасынан мына жіпті аламыз. Міне осылай. Тағы да көрсетем, төртінші ілмек. Міне мынаны аламыз. Мына тұрған жіпті ілмекке крючокқа іліп аламыз. Осы тұрған екі ілмектің ортасынан мына тұрған жіпті тартамыз. Міне көрдіңіздер ғой,
мына 5 6 мынау 7 8 көрініп тұр ма? 9 10 міне соңғы ілмекті мынаны тартсаңыздар сіздердің ана соңғы ілмек кішірейіп кетеді, сондықтан жіпті тартпай тұра тұрыңыздар. Соңғы ілмектен өткіздік. Міне енді мына тұрған жіпті жасырып тастау үшін, бүйім тоққан кезде әдемі көрінбей қалады, сол үшін мына жіпті жасырып тастау үшін мына ілмек крючокты ала тұрамыз, мынаны шығарып жібермеңіздер. Енді осы мына тұрған екі ілмектің ортасынан крючокты өткіземіз де, мынаны ұстап тұрып, мына тұрған жіпті осы крючокқа ілеміз де, осы тұрған екі ілмектің ортасынан әкелеміз де, мына жаққа шығарып жібереміз оны. Мынау басында ілінген кезде қысқа жіптен артылған жіп, мына жағын қырқып тастасаңыздар болады. Енді мына тұрған жібімізді, соңғы ілмегімізді крючокқа ілеміз. Сөйтеміз де бір ілмекті іліп аламыз. Бір ілмек. Бұл воздушный деп айтылады. Осыны іліп аламыз. Кері айналдырамыз да. Кері айналдырамыз. Енді қазір мынау іліп алған ілмекті алмаймыз. Одан кейінгі ілмек, яғни ол бірінші ілмек болып есептелінеді. Осы ілмектің, мына қараңыздар, екі тұрғын мынау, екі ілмек. Мына ортасынан біз жаңағы жіпті алдық, оны есептемеңіздер, бұл ортасында кетеді. Міне осы ілмектен бұлай аласыздар. Сөйтесіздерде мына жіпті іліп алып, тағы солай екі ілмектің ортасынан жіпті өткіземіз. Содан кейін екінші ілмекті мына тұрған осының ортасынан аласыздар. Мына тұрған жаңағы жіпті жасырып тастау үшін осының үстіне қойып, мына жіпті іліп аламыз. Мына жіпті осы екі ілмектің ортасынан өткіземіз. Қайталап көрсетем, үшінші ілмекті ілу үшін мына екі жіптің мынаны көрдіңіздер ғой, осылай ортасынан өткіземіз. Мына тұрған ілмекті үстіне қойып тастаймыз. Жасыру үшін ол алдағы уақытта ол керек жоқ, просто басында осылай жасырып тастауға болады. Солда сізде бұйымдарыңыз әдемі көрінеді. Міне екі ілмектің ортасынан ілеміз. Тағы да осылай ары қарай тоқи бересіздер. Сосын тоқыған кезде соңғы ілмек пен басындағы ілмектен шатаспау керек. Біз қазір 4 ілмек ілдік. 5-ші ілмекті ілеміз. 6-ші ілмекті іліп жатырмын. 7-ші ілмек. 8-ші ілмек. 9. Санап отырыңыздар, шатасып кетсеңіздер, бір жағы қисық болып қалады. Соңғы 10-ші ілмекті ұмытпаймыз, міне. Мына тұрған ілмек көп жағдайда ұмытып кетсеңіздер, қисайып кетеді. Міне, қараңыздар. Соңғы ілмек міне осылай болып тұрады. Осыны міндетті түрде алыңыздар. Міне. Кішкене қиындау болады алу, бірақ ұмытып кетпеу керек. Осы соңғы. Міне. Мына жіпті болды, енді қыстырмай қойыңыздар, оны қырқып тастай саласыздар. Мына жаққа тастаймын. Енді осыны іліп аламыз да, осылай тоқимыз. Жаңағыдай соңғы ілмекті тоқып болғаннан кейін міндетті түрде бір ілмек іліп аламыз. Кері айналдырамыз. Мына жіпті қырқып тастай салыңыздар, кедергі қылмайтындай қылып. Содан кейін міне
Мұнда тұр ғой, мына бір ілмек біз іліп алдық, оны тоқымаймыз. Іліп алған ілмекті біз екінші ілмектен бастап тоқимыз. Міне. Екінші ілмектен бастап тоқимыз. Міне, міне. Екі. Міне. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. 9, 10. Міне соңғы ілмекті ұмытпаңыздар. Міне соңғы ілмек осылай тұрады. Осыны міндетті түрде іліңіздер. Міне соңғы ілмекті іліп болғаннан кейін міндетті түрде бір ілмек іліп аласыздар. Кері айналдырып қайтадан бірінші емес, одан кейінгі тұрған екінші ілмектен бастап, мына бірі емес, мына екінші тұрған ілмектен бастап тоқисыздар. Міне біз осынша үлгіні тоқып болдық. Міне қараңыздар. Бұнымен де кез келген тоқыманы тоқи берсеңіздер болады. Осы крючоктың осы әдісімен өте әдемі көрінеді. Ең бастысы ұстайтыны бірінші рядты тоққан кезде міндетті түрде екінші рядтан бастап тоқисыз және соңғы рядты ұмытып кетпейсіз. Сосын бір ілмек қосуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.